тренд дегеніміз не? Тренд дегеніміз құнды қағаз бағасының қозғалыстағы бағыты деп айтсақ болады. Қысқаша айтқанда, жалпы акцияның бағасы, құнды қағаздың бағасы үш бағытта ғана қозғалады. Тек қана үш бағытта ғана қозғалады. Ол бірінші өсу бағыты дейді, аптренд. Демек, акцияның, құнды қағаздың бағасының өсуі дейді. Ол мынандай траекторияда жүру мүмкін. Мінекей. Жалпы бұл акция бағасының өсу бағыты деп айтылады. Аптренд деп айтылады. Ағылшын тілінде аптренд. Байқаған болсаңыздар, ара-арасында түсу деп байқалады. Бұл түсу дегеніміз бұл коррекция деп аталынады. Бұл алдың кейінгі сабақтарда тағы да осыған байланысты жеке сабақтар болады. Жалпы бұл жерде фон ұзақ мерзімді де өсу бағыты байқалуда, бірақ қысқа мерзімді де коррекция дейміз, түсу бағыттарда көрініп тұр. Бірақ жалпылама акцияның бағасы көтеріліп жатқан байқап тұрмыз. Визуально қараған кезде, графикті, рынокты түсінген кезде осылай түсіну керек. Бұл демек бізде өсу бағыты аптренд деп аталынады. Келесі кезекте түсу бағыты деген ол даунтренд деп айтылады. Даунтренд дегеніміз демек құнды қағаздың, белгілі бір құнды қағаздың түсу бағыты. Солдан оңға қарай жүреді график баға дегеніміз. Жалпы фон ұзақ мерзімді енді фонға қараған кезде түсіп жатыр. Бұл мынаяқтан да келуі мүмкін. Көтеріліп барып, түсіп бару, түсуі мүмкін. Бірақ жалпы қазіргі уақытта моментінде бұл даунтрендте тұр. Даунтренд дегеніміз ол акцияның бағасы түсіп жатыр деген сөз. Бұл екінші бағытымыз біздің. Келесі бағытымыз, диапазондағы бағытты дейді. Бұл flat market дейді. Flat. Демек бұл белгілі бір коридорда жүргені, диапазон дегеніміз. Бұл былай жүреді. Мысалға, акцияның бағасы көтерілмейді, түспейді. Бір каналдың ішінде жүру. Мысалға, каналдың ішінде жүр. Бұл жерде әрине қысқа мерзімді де каналдың ішінде көтерілу түсуде болып жатыр, бірақ общий фонда бұл каналда жүр, коридорда жүр деген сөз. Жалпы акцияның бағасы 80% уақыт осы каналда жүреді. Қалған 15-20%-ында жаңағыдай аптренд дейміз, жаңа айтқанымызда көтерілу бағыты немесе түсу бағытымен жүреді. Мінекей осы үш бағытты біз жақсы меңгеріп алу керекпіз. Бұл каналға дейін мына аптрендтен келуі мүмкін, немесе даунтрендтен келуі мүмкін. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Екі жақтан да келуі мүмкін. Келесі кезекте мінекей осы акцияның бағасы үш бағытта ғана қозғалады. Ешқандай қиындық жоқ. Рынокты түсіну керек тек қана, визуалды түрде қараған кезде сіз түсініп отыру керексіз. Демек, қағидат бар трейдерлерде, тренд is your friend дейді. Тренд сіздің досыңыз деген, тікелей аударған кезде солай айтылады. Тренд сіздің көмекшіңіз деуге де болады деген сияқты. Сауда жасау барысында акциялармен осы трендпен сауда жасасақ, ол мүмкіндік басымдау болады.